Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін міне кезекті Тараз мол базарына келдік. Бүгін 11.09.2021 жыл. Бүгін осы базардың бағаларын бір шолитын боламыз. Видео басталмас бұрын арнаға жазылып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Сол кезде менің жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмай бірінші көретін боласыздар. Олай болса достар, біз видеомызды бастаймыз. Кеттік. Он 18.000 теңгеден апрельский қозылар. $120.000 теңгеден 6-7 айлық бучоктар. Алты айлық бучоктар. Мынау бер жағындағы қоңыры 95.000 теңге. Мынау ар шетіндегі алласы 85.000, мынау 85.000 осы. 55.000 теңгеден сектер, әрқайсысы 55.000 теңгеден былтырғы қозылар дейді. Былтыр туған сектер 25.000 теңгеден сұрап тұр. 2-3 туған қой 75.000 теңге. $21.000 теңгеден ешкілер, әрқайсысы 21.000 теңгеден сұрап тұр. Саулық қойлар 45.000-нан сұрап тұр. Әрқайсысы 45-тен оптым алса келсеміз дейді. Қоран ішінде 13 бас саулық қой бар, 28.000 теңгеден алған екен. Қозылар 21.000 теңгеден сұрап тұр. Қораның ішінде 21 қозы бар. Барлығын бірден алса, бағасына келсеміз дейді. 3 жасар қазақ қошқар 150.000 теңге сұрап тұр. Сойғанға семіз ешкі 25.000 теңге сұрап тұр. Қараны 23 сұрап тұр. Ұрғашы қозы 25.000 теңге сұрап тұр. Кемі бар. $100.000 теңгеден гисар шатсыз қошқарлар дейді. Сектер 65.000 теңгеден сұрап тұр. Мынау ешкі 25.000 теңге, семіз ешкі. Мынау сектерді 65.000 теңгеден сұрап тұр. Гисар қошқарлар 180.000 теңгеден сұрап тұр. Мынау тұрған 4-еуі 1 жасар гисар қошқарлар екен, 180.000-нан сұрап тұр. $105.000 теңге сұрап тұр. 5 айлық еркек бұзау. Бір жасқа толмаған бучоктар 130.000 теңгеден сұрап тұр. Мынау 2-еуі. Бұзаусыз 3 туған сиыр 230.000 теңге сұрап тұр. Бірінші тума бұзаулы сиыр, бұзауы ұрғашы 260.000 теңге сұрап тұр. Бұзауы 2,5 айлық екен. Мынау буаз сиыр, денесі ірі 320.000 теңге сұрап тұр. 2-еуі бір адамдікі. Тоқал бұзаулы сиыр 300.000 теңге сұрап тұр. Мынау қоңыр осының бұзауы 3,5 айлық еркек бұзау, 2-еуі 300.000 теңге сұрап тұр. 4-ші тума бұзаулы сиыр 260.000 теңге сұрап тұр. Бұзауы ұрғашы
Екеуі 260 мың теңге. Бірінші тума бұзаулы сиыр 250 мың теңге сұрап тұр. Бұзауы ұрғашы 250 мың. 7 айлық еркек бұзау болар бағасы 80 мың теңге дейді. Ұрғашы тай 300 мың теңге сұрап тұр. Науқасында еркек тай бұны 240 мың теңге сұрап тұр. Байлау тай 240 мың теңге сұрап тұр. Ұрғашы жабағы 120 мың теңге сұрап тұр. Ұрғашы жабағылар 150 мың теңгеден сұрап тұр. Семіз байлау бие бағасы 500 мың теңге сұрап тұр. Байлау тайлар 300 мың теңгеден сұрап тұр. Әлі сойғынға жарамайды. Әлі бір айдай байлау керек. Бағасы 300 мың теңге. Төрт туған құлынсыз бие 480 мың теңге сұрап тұр. 170 мың теңге бойы аласа еркек тай. $130 мың теңге еркек жабағы. $25 мың теңге сұрап тұр. 7-8 айлық бучок. Ешкі 27 мың теңге. Ешкі. Қозылар 25 мың теңгеден сұрап тұр. Үшеуі. 90 мың теңге 2 жасар қазақ қошқар. Қанша жасар Мұрат? Қанша жасар? 90 мың теңге. Қанша? 2 жасар, е? 1,5 жасар қазақ қошқарлар 85 мың теңгеден сұрап тұр. Мына 2 қозыны 27 мың теңгеден сұрап тұр. Мына қойды 30 мың теңгеге сұрап тұр. Арық қой. Семіз серке 21 мың теңге сұрап тұр. Еті жақсы. Арық шетіндегісі ешкі, ол да семіз 28 мың теңге сұрап тұр оны. Текені 45 мың теңге сұрап тұр. Арық шетіндегі саулық қой 55 мың теңге сұрап тұр. $75 мың теңге ешкі. Сауатын ешкі. 1 литрде сүті бар дейді. 1 литрден аса сүті бар. 55 мың теңгеге қозылы қой, екеуін бірге 55 мың теңге сұрап тұр. 25 мың теңге серке еті орташа 25 мың теңге. Саулық қойлар, мынау қараны 60 мың теңге сұрап тұр. Арғы шетіндегі қойды да 60 мың теңге. Арғы ең шеткі қой 55 мың теңге сұрап тұр. Еті төмен шаруа қой. Гисар қошқар 200 мың теңге сұрап тұр. $28 мың теңгеден мартский қозылар. Осымен достар, менің видеомыз соңына келіп жетті. Егерде видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Бүгінгі базардың бағасы осылай болды. Базарда алымсақ онша болған жоқ. Әсіресе қой малы мен сиыр малы онша өткен жоқ. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.